маған бір жігіт келіпті. Екінші әйел алып жатырмын, некесін қиып беріңіз деп. Соны бүйтіп әйеліне қарадым да айттым, сіз екінші әйел болуға жарамайсыз дедім. Неге жарамаймын деді. Мен айттым, сен семіз екенсің дедім. Семіз болса не болады деді. Бұның бірінші әйел білмейді сені дедім. Иә, білмейді дейді. Айтқан жоқпын мен оған дейді. Вот білген күні дедім, сен шашыңды жұлады, сен ол бірінші әйел арық дедім. Фигурный дедім. Сен семізсің, сен қашамайсың. Сені қуып жетіп тұрып шашыңды жұлады дедім. Онда мен үйленмеймін деді, күйеуге шықпаймын деді. Дұрыс дедім, шықпа дедім. Шашыңды жұлады сен дедім, дайдала бер дедім. Ондай құрсын дейді. Мен бұл айттым деп айтады, бұл өтірік айтып айтқан жоқ дедім. Духы жетсе, ол прямой алады. Міне келіп отырғызады, бірінші әйел отырады, сөйтіп некеге. Олардың өзі кейін құлақтан теуіп келеді етіп береді. Ондай да көріп. Қазақстанда атын айтпай-ақ қойын, бір сұмдық біреу бар бізде. Инстаграмнан түспейді, сөйлегенде сұмдық біреу сөйлейді. Екі қатыны бар. Екінші қатыны маған күнде жылап. Менің күйеуім айтыңызшы, бүйтіп жатыр, мені ұрып жатыр, менің баламды қарамайды, бізге ақша бермейді, бүйтті, сөйтті деп. Инстаграмнан түсіп, бәрің білесіңдер. Атын айтсам, құлап түсесіңдер. Айтпай-ақ қойын. Тура сол. Сондықтан аласың ба, шамаң жетсе, духың жетіп ал, көрсетіп ал. Алмайсың ба, сол бірінші әйелдің етегін тыныш ұстап ота бер. Сол жер жақсы өзі. Сол жер қолайлы. Сөйте айналайын. Құранда өзі Аллах Тағала өзі айтқан. Біл-уахида. Бірінші әйел қайырлы сендерге дейді. Бір әйел қайырлы дейді. Сол бір әйел ұста. Алла өзі жаратқан ғой бізді, біз біледі.